YouTube'да қазір өте қауіпті миф тарап кеткен. Көп адам былай ойлайды. VPN қоссам, Америкадан қаралым жинаймын. Ал біреулер Америка аудиториясына шығамын. VPN арқылы шетелге рекомендация аламын. YouTube'да алдауға болады деп жүр. Бірақ шындық мүлде басқа. Және бұл қате кей адамдардың каналын спамға түсіріп жатыр, шадоубанға түсіріп жатыр, тіпті каналдың жабылуына дейін апарып жатыр. Бүгін мен саған YouTube'да VPN қалай жұмыс істейтінін, неге TikTok пен YouTube екі бөлек система екенін, YouTube рекомендация жүйесі қалай ойлайтынын, неге контент тілі бәрінен маңызды екенін, неге VPN кейде каналға зиян тигізетінін, Google мен YouTube саясаттарында не жазылғанын толық түсіндіріп беремін. Және видеоның ортасында көп адам байқамайтын, бірақ каналдың өсуін өлтіретін өте маңызды нәрсені айтамын. Сол үшін видеоның соңына дейін қара. Егер сен глобальный аудиторияға шыққың келсе, YouTube'да өсуді қаласаң, монетизация және рекомендация туралы шынайы ақпарат алғың келсе, қазірден осы каналға жазылу бар. Өйткені бұл каналда мен YouTube'тың мифтерін, grow стратегия, яғни өсудің стратегиясын, CTR, retention, SEO туралы шынайы тәжірибеге негізделген ақпарат беремін. Яғни өзімнің басымнан өткен оқиғаларды салыстыра отырып, не тек қана өзімден емес, басқа каналдарда да болып жатқан нәрселерді талқылап, сіздерге обзор жасап, осындай нақты тәжірибеге негізделген ақпараттарды беретін боламын. Кеттік, олай болса, көп адам YouTube'ты TikTok-пен шатастырады. Қазір ең маңызды жердің бірі. TikTok кейде сим-картаңа, VPN-ге және location track, яғни локацияны айналып өту сияқты нәрселерді жұмыс істетуі мүмкін. Себебі TikTok-тың рекомендациясы басқа. Бірақ YouTube мүлде басқа деңгейдегі система. YouTube рекомендациясы алгоритмі өте әлде қайда күшті. YouTube'да ең маңызды нәрсе не? VPN емес, тіл. YouTube'да контенттің тілі бәрінен маңызды. YouTube қалай ойлайды? Мысалы, сенің видеоң ағылшынша, испанша, португалша болса, YouTube өзі-ақ сол аудиторияны табады. Саған VPN керек емес. Көп адамның қателігі, көп адам былай ойлайды, мен Қазақстанда отырмын, VPN қоссам Америкаға рекомендация аламын. Жоқ, YouTube бұлай жұмыс істемейді. Рекомендациялық жүйе қалай жұмыс істейді? YouTube видеодағы тілді, сабтайтл, яғни видеоның атауын, яғни сенің айтып атқан сөзіңнің қандай тілде сөйленіп атқанын барлығына, және обложкаңа, және сөйлеу мәдениетіңе, аудиторияның әрекетіне, бәріне анализ жасайды. Мысалға сен ағылшынша бір контент жасадың. Бірақ видеода қазақша текст, түркше элемент, жергілікті әзіл, жергілікті мәдениет көп ішінде. Не болады? YouTube шатасады. YouTube'тың ең үлкен күші YouTube рекомендациялық жүйесі. Әлемдегі ең мықты рекомендация системаларының бірі. Неге? Себебі олардың бүкіл бизнесі осы рекомендацияға құрылған. Рекламаға қалай байланысты? Қазір маңызды жер. YouTube рекомендациясы жай видео көрсету емес. Бұл рекламалық экосистема. Яғни реклама, аудитория таргетинг, география, тіл, интерес, яғни қызығушылық бәрі бірге жұмыс істейді. VPN неге қауіпті болуы мүмкін? Қазір өте маңызды нәрсе айтамын. YouTube саясаттарында system bypass, яғни жүйені алдап өту, яғни misleading interaction, яғни күдікті әрекеттер, яғни немесе жалған сигналдар сияқты түсініктер бар. Оны толық оқып шықсаңыз көресіз өзіңіз саясатын. Яғни системаны айналып өтуге тырысу проблема болуы мүмкін. Системаны айналып өту дегеніміз не? Мәтінде өте маңызды сөз айтылған. Системаны аттап өту. Мысалға, YouTube түрік аудиториясына, немесе қазақ аудиториясына қазақша контент ұсынғысы келеді. Ал сен VPN арқылы жоқ, мен бұны Америкаға көрсетемін деп тұрсың. Бұл алгоритм bypass сияқты көріну мүмкін. Яғни айналып өту, алгоритм айналып өту сияқты көріну мүмкін. Неге бұл қауіпті? Себебі YouTube мына аккаунт күдікті деп ойлайды. Кейде спам сигналдар, рекомендацияң тоқтайды, монетизацияңда проблема шығады. Бірақ көп адам менде жұмыс істеді дейді. Кей адамдар мен VPN қолдандым, қаралым алдым дейді. Бірақ мәселе ұзақ мерзімде. Қысқа мерзімде нәтиже болуы мүмкін, бірақ тұрақты емес. YouTube'да ең дұрыс жол қандай? Өте қарапайым. Қай аудиторияға видео жасайсың, сол аудиторияға сай контент жасайсың. Мысалға, егер америкалық аудиторияға керек болатын болса, сенің видеоңның атауы, обложкасы, сөйлеу тәсілің, визуалды эффекттерің, сөйлеу мәдениетің барлығы соған сай болу керек. VPN емес, оптимизация жеңеді. Көп адам қысқа жолды іздейді, бірақ YouTube'да қысқа жол жоқ. VPN қысқа жол сияқты көрінеді.
Бірақ YouTube'да өсу оптимизация, тұрақтылық және аудиторияны түсіну арқылы келеді. Неге кей глобальный каналдар өседі? Себебі олар глобальный аудиторияның психологиясын түсінеді. Олар аудиторияны анализ жасайды. Яғни қарсылас каналдарын анализ жасайды, обложканы адаптация жасайды, тілді оптимизация жасайды. Неге рекомендация дұрыс жұмыс істемейді? Дұрыс жұмыс істейді. Мысалға, сен испанша видео жасасаң, ол Испания, Мексика, Аргентина сияқты жерлерге рекомендация алуы мүмкін. VPN-сіз ақ. Ең үлкен миф, көп адам Америкадан қаралым қымбат, яғни ол жақтан доллар көп, ақшасы, рекламасы қымбат, сол үшін VPN керек деп ойлайды. Жоқ, YouTube-тың рекомендация жүйесі VPN-ға емес, аудиторияның кері әсеріне қарайды, яғни кері байланысына қарайды. Контент локализация. Қазір өте көп бағаланбайтын нәрсені айтайын, локализация өте маңызды. Мысалға, америкалық аудитория үшін обложканың стилі басқаша болады. Яғни, обложканың психологиясы америкалық аудиторияндарға өте жылдам эффект, өте үлкен эмоция, агрессивный хук, жақсы көру мүмкін Американың аудиториясы. Ал басқа аудитория басқа нәрсені жақсы көру мүмкін. YouTube рекомендацияны қалай түсінеді? YouTube кім көріп отыр, қанша көріп отыр, қай жерде тоқтады, қандай аудитория реакция берді, бәрін көреді. Сондықтан VPN мен жүйені алдап өту бұл өте қауіпті ойын. Ең маңызды қорытынды YouTube'да өсу VPN емес, жалған іс-әрекеттер емес, қысқа жол емес. Аудиторияның өсуі, аудиторияны түсіну, дұрыс тілді таңдай білу, оптимизация, retention және CTR. Осылардан келеді. Қорытынды, егер сен глобальный аудиторияға шыққың келсе, сол аудиторияның тілінде сөйле. Сол мәдениетті түсін. Сол аудиторияның психологиясын зертте. Рекомендацияға көмектес. YouTube өзі-ақ керек аудиторияңды тауып алады. VPN арқылы системді алдауға тырыспа, жүйені алдауға тырыспа. YouTube рекомендация жүйесі өте ақылды. Егер видео пайдалы болса, лайк бас, пікірге. Сенің ойыңша YouTube'да ең маңызды нәрсе не? Тіл ма, CTR ма, retention ба, аудитория психологиясы ма? Және міндетті түрде каналға жазылып қой. Өйткені келесі видеоларда мен кейбір осы видеоның астына комментарий жазыңыздар, кейбір каналды обзор жасаймыз. Қай каналдың қандай қателіктері бар, не істеу керек, не істемеу керек, соларды талқылайтын боламыз. Комментарийға жазып кет, менің каналымды деп, мен сол каналдарды келесі видеоларда осындай обзор жасап өтемін. Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.